Қайырлы күн. Бүгін сіздерге тез арада жасалатын салаттың рецептімен бөлісемін. Және өте дәмді шығады. Рецепт міндетті түрде описанияда болады. Менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Менде өте жеңіл жасалатын рецепттер көп. Ал кеттік. Біз ең бірінші картопты дәл осылай етіп дайындап, турап, бірнеше рет жуып, крахмалын кетіріп, кептіріп аламыз. Сосын майға дәл осылай етіп қуырамыз. Мен бұны үккіштен өткіздім. Сіз ұсақ қып турасаңыз да болады. Дәл осылай етіп қуырып алдым. Бұл картопымыз қытырлап, өте жақсы дәм береді салатқа. Енді бізге туралған қияр, осындай жұмыртқа керек, сосын колбаса, сосын кукуруз керек. Жұмыртқамызды пісіріп аламыз, барлығын ұзынша етіп турап шығамыз. Жәнегі біз қуырып алған картопымыз, міне барлығын дәл осылай етіп турап дайындап алғаннан кейін бір-біріне қосып шығамыз. Енді біз үстіне майонезімізді саламыз, тұзымызды қосамыз. Сосын барлығын жақсылап отырып араластырамыз. Қыздар өте жеңіл жасалады, уақытыңыз көп кетпейді. Осылайынан барлығын жақсылап отырып араластырып шығып, салатный ыдысымызды дайындаймыз да саламыз дәл видеодағыдай етіп. Енді үстіне жәнегі біз қуырып алған картопымызды, картофельный пай осылай қойып шығамыз. Бұл барлығын араластырып жегенде қытырлап өте жақсы дәм береді. Міне осындай 2 тарелка шықты. Менде сізде дәл осы рецепт бойынша жасап көріңіз. Және каналға тіркеліп алыңыз. Видеома лайк басып отырыңыздар. Астына комментарий жазып сұрақтарыңызды қойсаңыз болады. Және таныстарыңызға барлығына осы видеоны жіберіп қойыңыз.